Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге әсіптің дайындалу жолын көрсетемін. Ол үшін бізге қайнатылған шекқарын қажет. Шекқарынды алдын ала ет тартқыштан өткізіп алдым. Ет тартқыштан өткізілген ет, ішек, күріш, қарабұрыш, аджига, тұз, пияз, чеснок, жіп, кесілген баклажка қажет. Ыдысымызға шегілген шекқарынды етті салып аламыз. Үстіне күрішті саламыз. Пиязымызды саламыз туралған. Чеснокты саламыз туралған. Қарабұрыш саламыз дәміне қарай. Ащы аджига саламыз. Тұзын саламыз дәміне қарап. Енді үстіне қайнаған су құямыз. Ішіндегі іш майлары еріп тұру үшін. Барлығын салып болған соң жақсылап араластырып аламыз. Ішектің бір жағын жіппен байлап аламыз. Екінші жағына баклажканы аузын кигіземіз. Кесілген баклажканың әсібімізді құйып, осылай қасықпен салып отырсаңыздар болады шекке. Оңай құйылады. Әсібіміздің барлығын құйып болған соң қайнаған суға саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Әсібіміз қайнаған соң осылай вилкамен әр жерінен тескілеп аламыз. Әйтпесе жарылып кетеді. Әсібіміз 2 сағатта пісіп шықты. Бұлбырап өте дәмді болып шықты. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, тіркеліп кетсеңіздер.